Махаббат ертегісі 24-ші бөлім. Бұл бөлімде өте қызықты эпизодқа тіпті бір-бірінің құпияларын ашатын өте қызықты әсерлі жерлер болады. Махир мен Жампеза кездесті бір-бірімен. Махир ақыры тауып алды. Ал мұнда Жампезаның досы Сара мен оның қызметшісі Сабаштың анасы ойындап отыр. Біз екеуміз неге оларды жібердік, ақымақпыз ғой. Барма деп айтуым керек еді деп. Осы кезде Шабаш жазады. Шабаш негізі өлмеген екен. Анасы қатты жылайды, ұлым тірі екен ғой деп. Ал мұнда Махир әдеттегідей өзінің үйленетін туралы сөзін жеткізіп жатыр. Байлауда тұрған Куршат, бұның бала кездегі әкесінің ісі. Рашидте екеуі бір ағайынды болып шығады. Сол кезде Куршаттың есіне түседі, біз сені арсыз дейтінбіз, сен сонда біздің есігімізде қызмет еткенсің, шешең екеуің деп. Рашидте одан сайын ашулы етеді. Рашидтің әкесі Куршаттың әкесі екеуі бір болып шығады. Ал мұнда Слаға ғашық болған Сәлім отырады. Негізі Сла жүкті екенін білгеннен кейін Сәлім өзінің әйелін есіне түсіреді. Слаға әкесінің ұрлағанын және дәлелдемек болып, Сәлім барлық дәлелдерін көрсетіп жатыр, яғни телефон арқылы. Ал Куршат байлауда болса да өзінің кезіндегі не істеп не қойғанын, тіпті мына жерде ашуына тиген Рашид сенің көмекшің Сабашты өлтіргенде табылды деп өтірік айтып жатыр. Ал мұнда Махир бар жанымен тәнімен сүйетінін айтып және үйленуге ұсыныс жасады. Бастапқыда келіспеген, тіпті өзінің кезінде жасаған судағы барлығын көрсетіп жатыр, сақинасын беріп. Ал мұнда Сәлім әлі де Сланы қинауда. Мен пісірген тамақты же дейді. Ал мұнда Рашид үндемей келеді және үндемей келіп телефон шалып жатыр. Бұл Орхан деген. Орхан айтты жатыр. Егер мені қорғамайтын болсаң, мен шындықты айтамын. Тезірек мені жұмыстан босатып, мені қашырып жібер. Яғни істі болмауым керек. Ертең Махир түсініктеме береді деп жаны шығып жатыр. Сланың жүкті екенін біліп, оған мантыға тапсырыс береді. Осы кезде Сла қуанып мантыны жеп жатқан кезде оның сыртынан қарап отқан Сәлім қатты риза болады. Өйткені оның әйелі есіне түседі. Жүкті әйелі өзінің атын өлтірген екен. Әрине, Сәлімнің мінезіне шыдау мүмкін емес, ауру ма бірдеңе ғой. Ал мұнда Рашид ұрсып жатыр. Сендер аушысыңдар ма? Неге сендер маған ескертпейсіңдер? Неге ол кетіп қалады жалғыз өзі дейді. Осы кезде есік қағылады да Сара келеге шыққан кезде Махирдің досы Саликке таңғалып қарайды. Бұл үйден кет деген сияқты, екеуі бір-бірін танымайды. Бірақ осы кезде Рашид келген кезде Рашид аға, мен келдім, Махир бізді жіберді, сіздер алып кетуге дейді. Ал мұнда ұйқыдан оянған Махирдің әжесі шалының кетіп қалғанын біледі. Іздейді, таппайды. Өйткені Асап мырза немересі Махирдің сөзімен келісіп Жампезаға құда түсуге келеді. Яғни Жампезаның әжесінің алдына келіп қызының қолын сұрайды. Махир үшін барлығы Махирдің бақытты болғаны үшін осындай қадамға барды. Махирдің ажасы таңғалып, тіпті келісімін беріп жатыр. Жалғасы бар. Жалғасы өте қызықты болайын деп тұр. Махаббат ертегісі 25-ші бөлім. Бүгінгі эпизод өте құпияға толы. Махирдің досы Салик Сара мен Мабиш апаны Махирлардың үйлену тойына апара жатыр. Ал мұнда Рашидтің тұтқыны болып әлі де Куршат жатыр. Бауыры екенін білгеннен кейін бұған тамақтасып жүр. Бүгін мен саған өте қызықты жақсылық жасаймын. Сен тек қарата отыр деп әлі де Куршаттың намысына тиіп оны байлап қойды. Тіпті қандай жақсылық екен видеоның соңында айтатын болады. Әзірге тамақтанып, екеуі әдеттегідей сөйлесіп жатыр. Ал Махирдің атасы Махирге ақша беріп жатыр. Мына ақшаны жарат, тойға дайындал дейді. Жоқ, ала алмаймын, мен өзімнің тойыма жинаған ақшам бар дейді. Ендеше мен өзімнің келініме әулетімнің атына сай өте бағалы сыйлық алып беремін деп. Осылайша барлығы базарға ер адамдар өздерінің күйеу жігіттерін дайындап жатыр, әйел адамдар Жампезаны дайындап жатыр. Ал мұнда Сәлім Сланың телефонын ақтарып, Сланың өте қымбат құпиясын біліп қойды. Оны қазір видеоның соңында айтатын боламын. Әзірге видеоны қарай бересіздер. Мұнда Сәлім өте қу және ауру деп барлық адам Сәлімге айтатындай ақпарай бар. Слада ашуланып, сен неге менің телефонымды ақтардың, аурусың ба дейді. Осы кезде Сәлім, иә, мен аурумын, бәрі маған ауру дейді. Ондай медицинада ондай ауру емдейтін нәрсе жоқ дейді.
Осы кезде Борис деген телефон соғады, яғни Борис ол Рашид екен. Рашид комиссар, Борис қылмыстық іскер бастығы серкесі десек деп. Ал мында Сланың атасы өзінің ұлына айқайлап ұрсып жатыр. Сенің осыған қатысың болса, сосын көресің. Өйткені сен қызың екеуің қашпақ болғансыңдар деп. Бірақ мен емес, менің қатысым жоқ деп олақталды. Егер қатысың болсаң, ештеңеге де қарамай сені өлтіре саламын дейді. Бұл шалдың түсі суық. Ал мында базар аралап жүрген Махирдің атасы, анасы, тіпті Жанпизаның досы, Махирдің досы, барлығы Жанпизаның алтындарына, барлық киімдеріне қызықтап, өте керемет неке сақинасына алып қойды. Барлығы атастыру тойына дайындалып жатыр. Тіпті әдемі маталар, көйлектер. Ер адамдар жатып, Рашид те ештеңе білмеген адам құсап, Рашид комиссар мында жүр. Ал мында кемпір, білдім, олар үйленейін деп жатыр. Сол үшін Асап мырза кетіп қалған деп өзін өзі күбірлеп отыр. Осы кезде Перманұлы келеді. Не деп отырсыз, анашым деп. Әлі де байлаулы тұрған Куршатқа аяқ астынан есік асылып, бөгде бір адам кіреді де камераға құрады. Не істегелі жатсың оңбаған деп айқайлаған кезде, осы жерде Рашид комиссар, мен саған тосын сыйым бар деп едім ғой, мен мейірімді адаммын. Қазір мен саған қызыңның атастырылу кешін көрсетемін дейді. Ал Куршат жынырып қалады. Жоқ, олай емес, олар үйленбеу керек деп. Рашид барлығын алдап, кәне мен видеоға түсірем, барыңдар жүріңдер деген секілді өтірік сөздермен барлығын видеоға түсіріп жүр. Ал мында Сара қызды көрсетпеу үшін ұқсас сұрап, ақыры дегенде барлық құдалар кірді. Махирдің атасы да, оның қасындағы ерген анасы, Махирдің досы, 4 адам болып кіреді. Ал мында қызын іздеп келген әке, яғни алдыңғы бөлімінде қай жерде тұрған адресін жіберген. Бірақ осы жерде ең қорқынышты нәрсе болады. Өйткені Сланың ішіндегі бала Кемалдан емес, Лондондағы өзін оқытқан мұғалім екен. Бірақ ол мұғалімнің бала-шағасы бар екен. Дәл осы әңгімені естіген Сланың әкесі шок болады. Тіпті Слаға, енді сен менің мүлдем қызым емессің, мен сені ешуақытта қорғамаймын, өлсең осы жерде өл дегендей Сәлімнің қасына тастап кетеді. Абет ханым болса Асап мырзаға, яғни күйеуіне қайта-қайта қоңырау шалып мазасын алады. Қайда екенін білгісі келеді. Жанпиза мен Махирдің атастыру кеші әлі де жалғасуда. Жанпиза әдеттегідей кофе таратып, күйеу жігітке атасына ұсынып жатыр. Және де осыдан кейін Махирдің атасы 2 жастың некесін осылайша қиып сақиналарын тақты. Барлығы қуанып жатыр. Енді екеуі де атастырылды. Алланың атымен деп қолын сұрап, екеуі де неке жүзіктерін тақты. Ал мында Сәлім барлық шындықты біліп, әкесін айтып жатыр. Ал шыдамады шындыққа. Жоқ, енді не істеймін, жоқ, айтпашы деп қанша жалынса да, Сәлім делқұлдан ешқандай жаңалықтар жатпауы мүмкін емес. Осылайша тастап кетеді әкесі. Ал Сла не істерін білмей, мен енді ешкімге керек емеспін. Жанпиза бұл жерге келмейді, мен өзімді өлтіремін деп Сәлімнің қаруын алады. Бірақ Сәлім жұбатып, екеуі бір-бірімен құшақтасып, осы жерде Сәлім ғашық екені анық. Жалғасы бар. Махаббат ертегісі 26 бөлім. Бүгінгі эпизодта өз басым жылап отырып көрдім. Махир мен Жанпиза некелерін мұсылманша қияды. Заңды емес, әзірге мұсылманша ретінде. Куршат байлаулы тұрған жерден қашып кетіп, Рашидке мойнымен қолын көрсетеді. Мен сені өлтірем деген мағынада. Рашидтің ашуы келеді. Ал мында тойда Жанпиза мен Махир өте көңілді, бақытты, барлық туысқандары, атасы барлығы тілек айтып жатыр. Ашуланған Рашид сразу орнынан тұрып хабарласады. Рашид, Куршат, сен қайдасың, неге қаштың, мен сені өлтіремін, ұстасам дейді. Ал мында ешкім білмейді, мында не болып жатқанын. Әжесі өзінің ақ тілегін айтып жатыр. Мәңгі бақытты болуын тіледі Жанпиза мен Махирге. Тіпті атасы да барлығы. Және некелес болғаннан кейін мен сендерге үлкен қонақ үй дайындадым, сол қонақ үйге барыңдар деп осы жерде айтып жатыр. Ал Салик болса, Рашид аға жүріңіз дейді, шаршадым деп жатыр. Ал Перман әйелі екеуі ағасымен сөйлесіп жатыр. Енді тезірек Жанпизаны әкелу керек. Әйтпесе Сланы олар өлтіріп кетуі мүмкін. Ана делқұлы Сланы қашан бізге қайтарады дейді. Осы жөніндегі жоспарларын барлығын айтып жатқан кезде әкесі естіп қалады. Сендер мені ақымақ еттіңдер ме? Сендер мені не істеп жүрсіңдер деп айқай шақырған кезде Перман мен оның қызы, яғни қарындасы барлығы телефон ар жағынан естіп жатады. Енді не істейміз деп. Осы кезде шапалақпен өз ұлын тартып ұрады. Сендер оңбаған арсыздар екенсіңдер. Өз қызыңды ана еркектің қолына қалай ғана беруге дәтің бардыңдар. Қызың да шешесі сияқты арсыз, сен де арсызсың деп аузына келген айтады. Перман мен әйелі не істерлерін білмей, енді қайттық, енді не істедік деп тіпті қорқып кетті. Осы кезде тапаншаны шығарып өз ұлын атып жіберді. Ал мында қызы, яғни қарындасы шок болып есінен танып жылады. Перманда не істерін білмей, қандай күй түскенін ойлады, бізді де өлтіреді деп жатыр. Ал мында қолын қанға бөккен ұлы әкесіне соңғы көзімен қарап
осы жерде өз басым қатты жыладым. Қайдағы бір намыс үшін өз ұлын немересін өлтіруге ешқандай адамның қақысы жоқ. Ал бұл шал түсінбейді. Өзінің туған сен қолыңнан ешқандай ештеңе келмейді. Арсызсың, анаусың, мынаусың, әйелің де арсыз, өзің де арсыз, намыстан жұрдайсыңдар деп атып тастады. Қатты жыладым осы жерде. Sıла бірақ білмейді әкесінің өлгенін. Sıла екеуі Сәлімнің көлігінде келе жатыр. Сәлім, ақымақсың, жындысың десе Сәлім оған, сен вообще безбүйрексің, сен қалай дәтің барады, біреудің баласын қайдағы Елмаз әулетіне жабуға қалайшалықты дәтің барады дейді. Sıла болса саған Жанпейза келмейді, сені ол сүймейді дейді. Махир маған, Сәлім оның сүйгені маған керек емес дейді. Просто Сәлімнің өз ойы бар, жоспары бар. Әйтпесе Жанпейза жуата ғашық емес. Ал мында Жанпейза әлдеқандай болып бұлданып, біз қыздар болып құтыруымыз керек. Сараға үгіттеп жатыр. Сара барғысы келеді. Осы кезде Саваштың өлімін айтып жатыр, бірақ ешқандай Саваштың өлмегенін айтып қуанып кетті. Ал Махир келді, өзінің қызының үстіндегі көйлегін көріп, мынаны неге киіп алғансың, шашыңды жібер деп кәдімгідей қызғанып қалды. Тіпті көйлегіңізді жемберге кигізіп қойды. Ондай екеуі осы жерде ұрысып жатыр. Махир дейді, Жанпейза. Екеуінің жүрген жері ұрыс, бір қараған кезде жақсы көріп қалады, бір қараса екеуі қырылады да жүреді. Махаббаттары осылай ерекшеленеді. Өз басы Махир мен Жанпейзаның махаббаттары керемет. Сыланы үйіне әкелген Сәлім, енді сен ешқайда кете алмайсың деп осылай айтып жатыр. Сәлім, Sıла болса, мен енді ешқашан кетпеймін, сен маған кетуге мүмкіндік қалдырмадың, тіпті кет десең де қасыңнан кетпеймін дейді. Сәлім Сыланың бұл сөзіне қатты қуанып қалды, өйткені екеуі алдыңғы бөлімде айтқанымдай бір-біріне ғашық болып қалды. Ал мұнда Махирдің досы Салек, ол Жанпейзаның досы Сара екеуінің бастары піспей жүр. Екеуі бір-бірінен көрген сәттен бастап нервтары құрайды, бірақ екеуі бір-бірін жақсы көреді. Осы жерде төртеуі де ойын ойнап жатыр. Екеуі Махир мен Жанпейза жұп, Салек пен Сара екеуі жұп. Осындай ойын барысында бір-біріне келіспей, бір-бірін ұрсып, аяғы бір-бірімен татуласады. Ал мұнда Рашидтің нервісі құрып жатыр. Тіпті ол адамдарына дереу Куршаттың қайда жүріп, не істегелі жүргенін барлығын біліп отыр. Ал Куршат Жанпейзаны алып кету үшін үлкен сарайға бара жатыр. Ал мұнда қызметшілер барлығы өзектеп, тіпті Махмет мырзаның атып кеткенін де естіп, жағаларын ұстап, енді соңғы жаназасына дайындаламыз ба деп әңгіме етіп жатыр. Гүлзир, келін, не істедім мен? Барлығы менің кесірім. Мехмет менің кесірімнен өлді деп өзінен өзі сөйлесіп жүрген кезде кемпір келіп қалады. Сендер тағы не білдірдіңдер? Кәне айт деп айқайлаған кезде Сыланың ұрлап кетуі, Сәлімді ұрлап кеткенін барлығын айтып мойындап қойды. Енді не істеймін деп жатқан кезде қызметшісі келіп, сізге біреу келіп тұр дейді. Әрине ол Куршат еді. Куршат келіп кемпірді көре сала, қызым қайда, қызымды беріңдер дейді. Әдеттегідей Асеф ханым аузына келгенін айтып, қарғыс тілеп Куршатқа, бірақ Куршат, сенің маған қарғысың керек емес, маған тек қызымды жібер дейді. Ешқандай қызыңды білмейміз деген кезде, жаңа ғана некелесті, мен Махир екеуінің некелескенін көрдім, кәне тауып бер деген кезде кемпір есінен танып қалады. Не сұмдық бол деп. Осы кезде Гүлзар қалады. Гүлзар мен Куршат барлық анықтап, тіпті Сыланың Сәлім ұрлап кеткеніне дейін біліп алады. Ендігі уақытта Куршат бұл әйелге көмектескісі келіп, тіпті нөмірін қағазға жазып береді. Мұнда 4 жұп отыр, әлгі махаббат сөздік ойындарын ойнап жатыр. Айтқан сайын бір-бірімен ұрысып қала береді, бір-бірлерін бас піспейді, бір-бірлерін жақсы көрсе де жалғасы бар.